Теріс жолда жүрген бір адамның сенімін өзгертіп, дәстүрлі Абу Ханифа мазхабын қабылдату үшін 1 айдан жарты жылға дейін уақыт керек. Сондықтан мұндай ұйымдарға тек заңмен тосқауыл қою керек дейді конференцияға жиналғандар. Шараға арнайы шақырылған Алматыдағы Нұр-Мүбарак Ислам мәдениеті Египет университетінің ректоры өз баяндамасында дінге деген пікір экстремистік және саяси болып екіге бөлінетінін айтты. Қазіргі заманның өзгеруіне байланысты дінге деген әртүрлі пікірлер көбейген кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Және де осы заманда экстремистік пікірде өз белеңін көрсетіп жүр. Әр сол адамдар өздерінің ислам дініне тәуелді екенін айтып жүр. Дінге байланысты менің зерттеулерім қазіргі таңдағы өзекті мәселелер қатыгездік және экстремизм тақырыбын ислам тұрғыдан қарастырады. Қазіргі таңда көптеген адамдар экстремистік пікірлерде немесе қатыгездікке негізделген іс-әрекеттер көбейді. Және ол екі түрлі пікірде болады. Біріншісі экстремистік діни, екіншісі саяси пікір. Жалпы Павлодар облысында террористік бағыттағы әрекеттер бойынша жазаға тартылған адам жоқ. Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан облыстарында тұрғындарды Сирияға баруға күттеп, діни экстремизмді насихаттаған үшін 10 адам ұсталып, қазір Павлодар қаласындағы колонияларда жазасын өтеуде. Қоғам қайраткері жазушы Зейнеп Ахметова қазақ халқы 70 жылдан аса құдайсыз өмір сүрсе де, жүрегінен иманы өшкен емес дейді. Біз 70 жыл бойы сенімнен айырылған құдайсыз қоғамда өмір сүрдік. Идеологияның мықтылығы сол болды, адамдардың сенімін тартып алып қойды. Бірақ та ешқашан қазақ халқы құдайсыз болған жоқ. Жаңағы жариялап жар салмаса да қазақ халқы құдайынан айырылған жоқ. Бірақ ауыз сөзбен Құдайды атам заман бойындаған халық қой. Мейлі Алла дейсін, жасаған дейсін, жаратқан дейсін, Құдай дейсін, бірақ бір керемет ұлы күштің бар екенін бұл атам заманнан қабылдаған халық. Конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығы жыл басынан бері 700-ге жуық шара ұйымдастырды. Сонымен қатар әртүрлі ағымдар қатарына кіріп кеткен. 100-ден астам адаммен жүзбе-жүз сөйлесіп, оның 60-ға жуығына Абу Ханифа мазхабын қабылдауға ықпал етті. Олардың 40-тан астамы салафиттік ағымды ұстанғандар болса, дәстүрлі емес ата жол және йогова куәгерлері секілді аса қауіпті топтардың жетегінде адасып жүрген азаматтар да болған. Сондай-ақ орталық тарапынан құжаттарды реттеп, қызметке орналастыру сияқты жұмыстар да жүргізіліп келеді. Назерке Қанағат, Анатолий Классин, Ертіс Информ.